тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік. Айдарымен жыл мерейлері ақын, жазушыларға арналған кітап челленджін бастаймыз. Қазақ әдебиетінің 20 ғасырдың жұлдыздарының бірі Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданында Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Биыл Оралхан Бөкей туғанына 80 жыл толады. Соған орай мен өзім оқып жүрген Үркер ауып барады атты кітабын сіздерге оқуға ұсынамын. 6 күн ақша өтсең ата жолын ұмытпа дейді. Сол ата жолын ұмытпау, сол кәделі жолды ұмытпау, дәстүрді ұмытпау, рухыңды ұмытпау, әні мен жырыңды ұмытпау, тарихыңды ұмытпау ғой. Ровно 155 лет тому назад, 16 марта, родился Максим Горький. Это было его прозвище. Настоящее его имя и фамилия было Алексей Пешков. Свой псевдоним взял из-за тяжелого детства и горькой бездоленной жизни. Он всегда находил в детях надежду и будущее страны. Он всегда держал связь, и когда ему прислали письма здесь, то всегда он был очень довольный и радостный. Дорогие читатели, читайте Максима Горького. С ранних лет Алексей Пешков столкнулся с ужасами окружающей действительности, был вынужден самостоятельно добывать себе хлеб, но несмотря на все жизненные невзгоды, он остался гуманистом. Главная тема его произведений – человек. Писатель восхищается его способностями и возможностями, особенно воспевает свободного духом человека. Его известные произведения «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и «На дне» пропитаны мужеством человеческой души. George Gordon Byron to Mary on the Savory picture. Here I can trace the locks of gold which round the snowy forehead wave, the cheeks which sprung from beauty smooth, the lips which made me beauty's slave. Here I can trace that eye whose azure flutes in liquid fire must all the painter's art defy and bid him from the task retire. Қандай кітаптар оқып жатырмыз дегенге тоқталатын болсақ, мен өзім 4-5 кітабым бар, өне бойы оқып жүретін. Ол мына Абай мұрасы, адамзаттың асыл қазынасы деген кітап. Одан кейін Ұлы дала төсіндегі ислам дейді, ислам великий степи. Осындай тарихи кітап. Одан кейін мен өзі тарихты жақсы көретін, сіздер жақсы білесіздер. Сүйсініп оқимын, әсіресе шежірелі тарихты кітапты. Империя Тюрков деген кітап бар. Өте талдап тұрып оқимын осындай кітапты. Одан кейінгі тағы да күнделікті оқып отыратын кітаптарым 100 великих людей, изменивших мир дейді. Осындай кітабым бар. Одан кейін тағы да тарих жөнінде әлемдік тарих, әлемдік энциклопедия Тайын
История деген кітап мінекей. Осындай кітаптарды жүйелі түрде оқып отырамын. Біздің челленджіміздің мақсаты білімгерлерін кітапқа қызығушылығын арттыру болып табылады. Кітап ол біздің қазына.